Қайырлы күн баршаңызға. Каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге тек қана үй жағдайында үш-ақ заттан жасалатын өте дәмді сырдың рецебімен бөлісемін. Сыр жасау үшін 1 литр сүт қажет. Мендегі сүт 4%-тік дүкеннің сүті. Ең алдымен пештің астын қосып, сүтті қайнатуға қоямыз. Сүт қайнағанша қажетті заттарды, яғни 3 жұмыртқаны терең ыдысқа салып, оның үстіне қаймақты салып, үшеуін бір келкі масса болғанша араластырамыз. Достар, менің каналымда дәл осындай көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Жұмыртқа мен қаймақты бір келкі дәл осындай масса болғанша араластырамыз. Сүт қайнай бастаған кезде мен жарты шай қасық тұз қостым. Сүт қайнай бастаған кезде алдын ала дайындап алған массамызды сүтке құйып, асты жабысып қалмас үшін үнемі ауыстырып араластырып отырамыз. Сүт қайнай бастаған кезде сары суы бөлініп, дәл осындай массаға айналады. Қайнаған массамыздың сары суы мен ірімшік бөлінген кезде дәл осындай болғанша 4-5 минуттай ғана қайнатамыз. Достар, дүкеннің дәл осындай қымбат сырын алғанша, бар болғаны жарты сағаттың ішінде өзіңіз дәл осылай етіп өте дәмді сыр дайындай аласыз. Әбден араластырып болғаннан кейін, енді осы ірімшікті алып сүземіз. Суы жақсы сүзілу үшін мен дәл осындай материал пайдаландым. Барлық ірімшікті сүзгішке салып, матаны қатты қысып, суы жақсы сүзілуі үшін 2 литрлік банкаға су құйып үстін басып қойдым. Дәл осы күйінде қату үшін кем дегенде 5-6 сағат тұруы қажет. Өте дәмді, қонақ дастарханға ұялмай салуға болатын витаминге, яғни кальцийге бай, осымен сырымыз дайын. Жасасаңыз 100% ұнайтынына сенімдімін.